менің симпатиям кәсіпкерлік жамағатқа өтті. Неге деген сұрақ келеді осы жерде. Неге кәсіпкер тусовка маған қызықты деген сұрақ қой. Мен өміріне жауапкершілік ала алатын адамдарды көре бастадым бір моментте. То есть өміріне жауапкершілікті ала алатын, при этом қаламаса да жасай алатын адамдардың ортасына түстім. Қаламайсың, алдында өте көп бөгеттер, бірақ сен ішінен бір нәрсеңді қосасың да жұмыс істейсің. Сондай ортамен таныстым. Себебі менің де өзгерісім сондай болды. Мен қаламадым особо бір болады ғой, сондай өзгерістер болады. Бірақ менде мына жақта клиент алайын десем командам жоқ, маған найымды оқу керек. Условно айтсам, ақшам шашылып кете береді, маған финансы оқу керек. Мен де сондай бөгетке келем, оқимын деген сияқты кәсіпкерлерді көрдім. Олар өзіне жауапкершілік ала алады, отбасына жауапкершілікті ала алады. Басқа бір құндылықтары бар. Осы бір принциптер өте қатты ұнады.